Аспирант қыздың тракторшы жігіті. Әңгіме. Міне, мен осы бөлмеде жападан жалғыз тұрамын, деді Қалқаш, ұядай бөлменің есігін аша беріп. Тап-тұйнақтай етіп жиналған шағын бөлмеде көлденең жатқан шөп жоқ. Кішкентай қыздың қуыршақ ойнағаны секілді екен. Иіс майдың ба, опаның ба, әлде Қалқаштың өз иісі ме, әйтеуір өзгеше жағымды жұпар аңқиды. Иін тірескен, жасауы жоқ, жеңіл жиналған әр мүлік жарасымын тапқан. Қымбат заттардан тек бір жақ қабырғада пианино ғана тұр. Үй иесінің көгілдір түске әуес екенін сездіретін терезенің пердесі сонау жалқы төсектің жапқышы мен жастықтың тысына дейін көк бембек. Үлкен шар айна, қыздың қару-жарағы бір бұрышқа үйілгенде, қарсы қабырғада кітап сөресі орналасқан. Онда жоғарғы математика, кибернетика, техникаға байланысты кітаптар сеңдей сіресіп тұр. Ал сөренің үстінде уыздай жас жігіттің сәл күлімсіреп, бір қырындай түскен бейкүнә суреті қойылған. Ол әдеттегідей қараған адамға қоса тесірейіп қарайтын қалыпқа құя салған сурет емес, ешкімге, еш нәрсеге назар аудармайтын өз ойымен оңаша отыр. Қызық, адамдардың дәл осылайша суретке түсетінін тұңғыш рет көріп тұрмын. Бұл кім, бауырыңыз ба деп сұрап едім. Қалқаш басын шайқады. Мен сізге шай қайнатып берейін, деді ол ас бөлмесінде жүріп дауыстап. Сонсоң шәугімге сарылдай құйылған судың үні естілді. Қалқашпен танысқаныма көп болған жоқ. Диссертация қорғаған таныстың ғылыми атағын жуу кешінде қатар отырып қалдық. Қатар отырған соң тамақ әперіп, қолғабыс тигіздім. Сұхбаттаса келе аты жөнімізді, қайда істейтінімізді айтыстық. Осы кеште ол өзін өте сергек сезініп, көңілді отырды. Ғылыми атағы өскен жас жігітке бағышталған небір сүбе майы кереқарыс сөздер әркімнің аузынан кертіліп шығып, жас ғалымның санасын кептеп ақ жатыр. Келбетті де кербез жігіт осыншалық зор мадақтауларға малтығып қалса да, жұлығынан келтірмей әдейі кердеңдейді. Оның оң иығын ала қона қалған келіншегі де керемет сөздерге кеңірдектеп қалды. Ал жігіт Қалқаш екеуміздің жарасқан жайымызға әлденеше рет көз қырымен қарап өткен. Бірақ Қалқаш болса, оның бұл ортада бар жоғын парықтамай, маңайындағы жұртқа еркін еркелеп отыр. Ұзақ ішіс, қыз-қыздымен біраз сырды ашып өткен қызыл сөздердің ақыры, сен сондайсың, сенің кім екеніңді білеміз, пәленнің құйыршығысың деген сықылды өртке ұласа бастаған соң қайтуға ыңғайландым. Сонсоң жалғыз өзім оқтау жұтқандай мелшиіп ішпей отырған соң ба, қызып алған жұрт мені мас деп ойлады. Ендеше мен де қайтамын, сіз шығарып саласыз ба, деді Қалқаш өте бір қылықты назбен. Шығарып салуға жарасам деп мен де сызыла қалдым. Көпшіліктен кешірім сұрап, енді киіне бергенімізде кандидат жолдасым келді. Әй, жастық-ай, бізді тастап қой, қашып барасыңдар, отырсаңдар еді, бәріміз бірге қайтамыз ғой. Отырдық қой, одан бір нәрсе түсер болса, бұйырғанын іштік те, ертең өзім хабарласармын, әзірге сау бол, дедім мен. Сонсоң ол Қалқашты бұлайырақ шығарып алды да, әлденені сыбырлап құлағына айтты. Қыз түсін суытып, басын шайқады. Сонсоң жүре тыңдап, есікке беттеді. Ал енді ренжімеңдер, деді кандидат досым кекесінді мысқыл пішінмен. Қалқашты қасқырға жегізбей үйіне алып барарсың. Ар жағын өздерің білесіңдер. Біз сөз аяғын толық естімей қалдық. Өйткені шаң-шұң музыка ойнап, құлақ тұндырған. Содан бері бір ай өтті. Қалқаштың үйіне бірінші рет басымды сұғып тұрмын. Неге үндемей қалдың, деді ас үйден.
Сол жақтан табаның шыжылы естіліп, шыжғырылған майдың иісі мұрынға салып ұрып жетіп келді. Тағы да сол бөлмеден сіз кімді болса да үндемей жеңесіз-ау деймін. Бірақ бірер сұраққа жауап беруге болады ғой. Ренжіп қалғанға ұқсайды. Аш адам тырысқақ. Енді түсінікті. Қазір енді бір 5 минут шыдаңыз. Мен 15 минут шыдадым. Соң біз шайға отырдық. Өз әлінше біраз нәрселердің басын құрапты. Әсіресе жұмыртқаны жақсы қуырады екен. Бұл тағамды әзірлеу менің де қолымнан келетін. Ұялмаңыз, бармен базар болайық. Тамақ жағына келгенде менен ұятсыз ешкім жоқ дедім мен. Баяғыда бригадада істеп жүрген кезде макарон көжені кім бұрын ішеді деп жарыс ұйымдастыратынбыз. Сонда алдыма жан салмаушы едім. Бұл мақтан емес, және өзіңіздің қай текті екеніңізді әйгілеп алдыңыз. Қара қостан шыққан таяқ екеніме арсынбаймын. Ой, әзілдеймін, көңіліңіз тым-тым секемшілау деймін. Біз аз-кем үндемей шайға айналып отырдық. Үнсіздік ұзаққа барған жоқ. Қалқаш бұзды. Сіз кандидат досыңыз туралы не білесіз, деді, әлдене есіне түскендей ойлана қарап. Ең әуелі білетінім, оның әжептәуір атағы бар ғалым екені. Иә, сіз оны ғалым ретінде ғана білер деп ойлаушы едім. Әлбетте, біздің таныстығымыз онша әрден басталмайды. Бар жоғы бірақ жыл. Онда да бірер айда бірақ рет жолғамыз. Ол біздің газетке ғылыми мақалалар жазып тұратын. О баста да редакцияға келгенде танысқанбыз. Меніңше, ол аздап өзімшілдігін ескермегенде жаман жігіт емес. Өзімшілдігін неге ескермейсіз? Деді Қалқаш жауап алғандай зеки сөйлеп. Ең үлкен қателігіміз де осы, ең үлкен мінін ескермеу. Меніңше, ол тым нашар жігіт. Қызық екен, дедім мен қайран қала. Қызық екен. Сіз оны жақсы көреді деп еститінмін. Иә, естігенсіз, бірақ білмейсіз. Жақсы көргенім жоқ, әуестенгенім рас. Осы әңгімені доғарсақ қайтеді, арамызды суытып алармыз. Меніңше, қайта жымдаса түспек. Анығын айтып, ағынан жарылғаның несі сөкет. Осы жайды айтайын деп, әдейі ертіп келдім. Аздап шарап ішсек қайтеді? Қарсы емеспін. Тек достарыма айта көрмеңіз, ішеді екен деп. Сіз ұрланып ішеді екенсіз ғой. Қалқаш сықылықтап күлді. Күлкісі өзгеше ашық, таза шықты. Бүгін бір түрлі өзі, алақұйын сезімнің құшағында отыр. Етжеңділеу денесін еркін игеріп ұшып қонады. Маған ол бұрынғыдан әлде қайда сұлуланып кеткен сықылданды. Ерке мінез, кірпияз қылығына қарап, текті тұқымның тентегісің-ау деп ойлайтынмын. Олай болмай шықты. Дүниенің парқын танитын, көзі ашық, көкірегі ояу қызба деп қалдым. Сіз мен туралы қандай ойдасыз, деді. Әр сұрағы түйеден түскендей болған соң, ылғида сасқалақтап, шолақ жауап беріп отырдым. Жаман емес. Бұл құтыла салудың амалы ғой, ал сіз де жаман емессіз. Кандидат досыңыз да жаман емес. Мен де. Сонда кім жаман? Ана тұрған бала ма? Деп әлгінде сөренің үстінде көрген суретті нұсқады. Жоқ, аттас зарядтар. Тек сол бала ғана асыл адам. Ол кім, Қалқаш? Әуреленбеңіз, айтпаймын. Әркімнің бір жұмбақ сыры бар. Өзіңіз біліңіз. Сіздің осы қасарыспай, оп-оңай келсе салатыныңыз қинайды. Варнаны сыздықта тәшіп отырмыз. Бөлме іші ала көлеңкелене бастады. Басыңқырап қойған радиоқобдидан әлде бір симфонияның жеңіл де жүрекке жылы сазы естіледі. Кімнің симфониясы, білесіз бе? Деді менің ойымды дөп басқан қыз. Сұрағы тағы да оқыс туды. Вагнер? Жоқ, Шуберт. Әй, журналистер-ай, барабан секілді сырттарыңыз қампиып даңғырлағандарыңыз болмаса, іштеріңіз қуса-ау.
Гайден дегенді естігендеріңіз бар ма? Әне, физик болсам да мен білемін. Мен музыканы өте жақсы көремін. Музыка дегеніміз жүректің қуанышы мен мұңы ғой. Айтпақшы, мына аз сөйлеп сақ отырған сыпайысыз мұң дегенді қалай түсінесіз? Мұң ба? Мұң қуаныштың қарсы ұғымы ау деймін. Меніңше, мұң қуаныштың серігі, қуаныштың жары десе де болады. Мұң бізді ессіз күлкіден арылтады, тәубемізді есімізге түсіреді. Ағат іс, ақмақ жүрістен сақтандырады. Мен бұрын мұңның осыншалық құдіреті барау деп ойлаған емеспін. Сіз білесіз бе, мен ерте есейдім ғой. Университетті де ерте бітірдім. Уақытымның көбін күлумен өткізетінмін. Тек бертін ғана ескірді ғой. Иә, бертін ғана. Қалқаш орнынан қарғып тұрды да бөлмеге кіріп кетті. Не болғанын түсіне алмай аң-таң болып мен отырмын. Қандай қызық қыз еді. Қоңыр үйде жалғыз қалдым. Әлгіндегі симфония сазы толастады да жас композитордың творчестволық сипаттамасын бере бастады. Жер көкке сыйғызбай мақтағанына қарағанда, жаңағы классикалық шығарманы осы 5-6 әннің иесі жазған екен деп ойлап қаласың. Ымырттанған салқын тыныштық қиялыңды жым-жылас жұтып, әншейін ойсыз отырысқа шақырады. Дүниенің бәрін ұмытып, өз-өзіңмен оңаша меңзең отыра берсең, шаршаған жүйкең жалқыз сәт тыныс алады екен. Бұл Индия йогтарына ғана тән емес. Екі аяқты пенденің бәр-бәріне ортақ құбылыс болса керек. Қалқаш қайтып оралды. Кешіріңіз, аздап жылап алуға тура келді. Ондай жүрек қысылатын минуттар менде де болады. Шынында да өз-өзіңнен бұдан бұрын ешқашан естімеген, еш жерде көрмеген әлденен сағынасың. Сарыла күтесің. Бәрі бар, бәрі жетеді. Бірақ бір нәрсе жетпейтіндей. Ол не? Өмір бақи білмейсіз. Көзіңнің алды тұманданғандай, буалдыр сағымға шомасыз да, мәңгі тыныш күйді аңсайсыз. Бейне бір ананың алдына алып әлдилеп отырғандай, соншалық тәтті сезіммен бейуақ халді кешесіз. Ешкімнің мазаламауын тілеп алыстан, тым шыңыраудан талып жетер нәзік үнге жүрегіңізді тосасыз. Ымырттанған қуаныштың мұң қабыздап, іңір мезеттің жұмсақ шапағатына шомылдырып еркелетеді. Дәл осы сәтте іштей жарылқанып, егілесіз, көзіңізден жас шығады. Айта беріңіз, деді екі жағын таянып ойланған қалпы. Терезенің шынысында әлгінде ғана батып кеткен күннің жалқыны жұқалаң жылтырайды. Бөлме барған сайын қара көлеңкелене түсті. Біз шам жаққан жоқпыз. Тағы да үнсіз отырдық. Мен сізге хат оқытайын, деді Қалқаш. Сонсоң орнынан тұрып барып, шам жақты да альбомның арасынан ақтарып жүріп 3-4 хат тауып алды. Менің көзімді ашқан жоғарғы оқу орны емес осы хаттар. Амал не, дүниедегі ең қимасымды кандидаттан гөрі осы хаттардың иесіне сыйлауым керек еді. Тағдыр деген қызғаншақ екен, бұйыртпады. Менің дос қыздарым айтады, өзің сүйгенге бар асылыңды қи, сүйгенге ти деп. Жоқ, менің айтып отырғаным ондай аргумент емес. Мен ойлайтынмын, тұрмысқа шығу үшін сүю міндетті емес деп. Қандай ақымақпын. Осы хаттарды кандидат осы үйге келген сайын оқытып, екеуміз қосылып мазақтап, талай күлдік-ау. Қателікті мойындататын адам емес, уақыт екен. Әлінше әдемі жазуға талпынған қиқы-шойқы әріптер тізбегі мені өзіне суырып ала жөнелді. Бірінші хат. Амандық хат. Қалқаш, аман сау жүріп жатырсыз ба? Алматыда қандай өзгерістер бар? Ол жақта күн жылы шығар. Бізде ақ боран. Әрине, сіз білмейсіз, өйткені сіз жазды күні келдіңіз ғой. Қалқаш, сіз мені ұмытқан жоқсыз ба? Есіңізде ме?
Мен ат суаруға барғанда ағайыңыздың кішкентай баласымен өзенде тас лақтырып ойнап жүрдіңіз ғой. Содан кейін бірнеше рет киноға бардыңыз. Мен сізді ылғи да сыртыңыздан көріп, тілдесуге батылым жетпейтін. Сонсоң жеңгеңізден адресіңізді сұрап алдым да, хат жазуға бел байладым. Әрине, бұл қылығымның ағат екенін де білем. Бірақ үмітсіз шайтан деген. Біздің жақта аяз болып тұр. Сіз шомылған өзен әлде қашан қатып қалған. Ауыл көңілсіз. Анда-санда кино, мереке күндері концерт, артынан би болады. Мен көп бара бермеймін. Барсам да ылғи қабырғаға сүйеніп қарап тұрам. Сізден жасырып керегі не? Би білмеймін ғой. Сіз енді бір рет біздің ауылға келгенше үйреніп қояр едім. Өзім қазір совхоз қайда жұмсаса, сонда барып әр түрлі жұмыстың басын шалып жүрмін. Трактористің 6 айлық курсына жібереміз деп еді, әлі хабар жоқ. Кейде жалғызтырайсың, жалғасың, сонсоң әйтеуір біреуге сыр айтқың, хат жазғың келеді. Солдат досым болмаса, ешкіммен хат жазысып көргем жоқ. Ал осы уақытқа дейін ешбір қызға сөз айтып жүрмедім десем, сенесіз бе? Ауылдың қыздары көңілден шықпай ма, бір түрлі тартпайды. Қалқаш, хат жазысып тұрайықшы. Сіз Алматының, мен ауылдың жаңалығын айтып. Әзірге қош сау болыңыз. Хат жазып, хабар күтуші, танымайтын танысыңыз есен.